Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Луговой ауылы Тұрар Рысқұлов атындағы мектеп-лицейінің биология пәнінің мұғалімі Сәрсенбиева Айнұр Жексенбайқызы. Педагогикалық идеяның тақырыбы жаңа инновациялық технологияларды биология пәнінде қолдану ерекшелігі. Бағыты жаратылыстану, ғылыми сауаттылық. Жаңа инновациялық технологияларды биология пәнінде қолдану ерекшелігі. Мақсаты жалпы білім беретін мектептерде оқушыларды оқыту мен тәрбиелеуді және оларды одан әрі жетілдіру. Биология сабақтарында тірек сызба әдісін пайдалана отырып білімдерін қалыптастыру. Қазіргі өзгерісті кезеңінде жүзеге асыруға тиісті негізгі мәселенің бірі оқушылардың дұрыс ойлау дағдыларын қалыптастыру. Оқушылардың дұрыс ойлау дағдылары олардың таным белсенділігімен тығыз ұштасып жатады. Осыған орай мектептердегі білім сапасын және тәрбиені жақсартып, оқушылардың дүниетанымы мен өмірлік көзқарасын барынша шыңдаудың қажеттігі атап көрсетілген. Бұл міндет әрбір сабақтың білімділік, тәрбиелік, дамытушылық мүмкіндігін жеткілікті ойластырып, жете пайдаланған жағдайда ғана іске асады. Жаңа инновациялық технологияларды сабақта қолдану. Оқушылардың танымдық және шығармашылық белсенділігін арттыру. Бірінші, білім алушылармен бірлесе индивидуальды жұмыстарды ұйымдастыру. Екінші, мұғалім әрбір оқушының білімділігін, қабілетін білуі қажет. Үшінші, барлық оқушылары өзінің берген тапсырмаларын орындай алатынына көз жеткізу керек. Жаңа информациялық технологиялар құралдарын қолдану. Бірінші, оқушылардың жеке қасиеттерін пайдалануға, диагностикаға, яғни екінші, оқылып жатқан дәреже бойынша дифференциясын, үшінші, қорытынды нәтиже бақылау, талдау, тексеруді береді. Қазіргі білім берудегі құндылықтар. Білім беру құндылықтары білім беру мазмұнын айқындау үшін негіз болатын білім алушының тұлғасын қалыптастыруда жетекші фактор болып табылатын оқу мақсаттарының жүйесін құрудағы бағдарлар. Оқушылардың танымдық және шығармашылық белсенділігін арттырып, олармен бірлесе индивидуальды жұмыстарды ұйымдастыру үшін мұғалім әрбір оқушының білімділігін, қабілетін білуі қажет және де оның барлық оқушылары өзінің берген тапсырмаларын орындай алатынына көз жеткізуі керек. Ең қарапайым биологияның түсінігі ол тірі организмдердің тіршілігі мен дамуы туралы ғылым. Мектептердегі биология пәнін вербальды дәрежеде ауызша оқытылуы зерттелетін объектілер мен құрылыстар туралы дұрыс елестетулерді болдырмайды. Сондықтан да биология пәні мұғалімдердің тапсырмасы оқу процесіне көрнекілік құралдарды дұрыс пайдалана білуі. Биологияны оқытқанда көрнекіліктің рөлі. Жаңа информациялық технологиялық құралдар, мультимедиалық құралдар. Келесі, биология сабағында мультимедианы қолдану әдістемелік нұсқаулары. Бірінші, мұғалімнің мультимедианы қолдануы, дауысын өшіріп оқушыдан процесті түсіндіруін сұрау, кадрды тоқтатып процестің ары қарай жүруін жалғастыруды сұрау, процесті түсіндіруін сұрау. Екінші, компьютерді оқушыны пайдалануы, текстік материалды зерттеген кезінде таблицаны толтыруға, қысқа конспекті жасауына, сұраққа жауап табуға болады. Үшінші, оқушылардың мультимедиалық презентациясы мен сөйлеуі сөздік қорын, ойлау жадын дамытып, ең басты нәрсені бөліп алып, нақтылауға үйретіп, логикалық байланыс орнатады. Келесі, мұғалімдер үшін интерактивті тақтамен жұмыстың артықшылығы. Сурет салуға, кез келген қосымшаның төбесіне жазулар жасауға мүмкіндік береді. Мұғалімдерге жаңа материалды сыныптың түсіндіруіне, үлкен аудиторияда жұмыс істеуге жағдай жасайды. Оқытушыларға
өзара материалдармен алмасуына қайта пайдалануға болады. Сабақ барысында жасалған жазбаларды, бейнелерді көп уақыт пен күш жұмсамастан сақтауға жазулар жазуға болады. Келесі, биология сабағында тірек сызба пайдалану. Тірек сызбаларды қолданудың негізгі ерекшеліктері мыналар болып табылады. Тірек сызбаларды пайдалану үшін мұғалім үшін тиімді. Барлық барысы оқушының көз алдында тұрады. Оқу мазмұнын қысқаша баяндап шығу арқылы көптеген оқушыны бағалау мүмкіндігі туады. Тақтаға бормен жазып жатудың қажеттігі азаяды. Тірек сызбалар оқушының мынандай мәселелерге көңіл аударуын қажет етеді. Тірек сызбаны мұқият оқып шығу. Егер түсініксіз сұрақтар кездесіп қалса, оқулықтағы параграфты оқу. Тірек сызбада берілген материалда негізгі формулалар мен теңдеулерді, заңдылықтарды жазып алу. Көру және жазу арқылы өзінің есте сақтау қабілетінің артуына көп ықпал болатынына назар аудару керек. Келесі, тірек сызбаларды қолданудың жүйесі. Тірек сызбаларды қолдану мұғалім үшін тірек білімдерін еске түсіруге жағдай жасайды. Екінші, жаңа білім игеру қажеттілігі туындау, бағыт-бағдар беру, нәтижені қорытындылау. Оқушы үшін тірек білімдерін пысықтау, тақырыпты талап, анализ, синтез жасау, өз білімнің алдыңғы және жаңа деңгейін салыстыру, пысықтау. Жаңа технологияларды оңтайландыру және ақпаратты модельдеу. Білім беру мекемесінің жұмысын ақпараттық модельдеу. Білім беру процесінің үрдісінің барлық қатысушылары туралы деректерді статистикалық талдау және оперативті мониторинг. Қабылданған шешімнің әсерлігін бақылау, оңтайлы шешуді және оны жүзеге асыру жолдарын таңдауды жеке қарастыру. Сол немесе басқа шешімді қабылдаудың альтернативті басқармаларын қарастыру болып табылады. Қазақстан Республикасының білім туралы заңында білім жүйесінің басты міндеттерінің бірі білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар жасау керек деп көрсетілген. Солардың бірі білім беруді компьютер болып саналады. Білім беруді ақпараттандыру барысында дидактикалық және оқыту құралы компьютер болып саналады. Сондықтан кез келген білім беру саласында мультимедиалық электрондық оқыту құралдары барлық пәндерді оқытуға пайдаланады. Бұл бағытта ақпараттық технологияны оқыту үрдісіне екпінді түрде енгізу бағытында және қолданылатын жаңа құралдардың бірі бағдарламалық техникалық кешен болып саналатын активті экран болып табылады. Олай болса, ақпараттық бірліктердің білімге айналуы әлемнің жүйелік ақпараттық бейнесін оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен құндылық бағдарларын дамыту арқылы қалыптастыруды көздейтін адам дүниетанымының құрамдас бөлігі болып табылатын интеллектуалды дамуды қалыптастырудың бір жолы. Қоғам дамуының қазіргі кезеңі адам қызметінің басым бөлігі ақпараттандырумен, компьютерлендірумен ерекшеленеді. Соған байланысты болашақ мамандардың қызмет аясы кеңейіп, ақпараттық компьютерлік іс-әрекетінің практикалық сұранысы артуда. Заман дамуындағы жетістіктер болашақ ұрпақтың білімі мен тәрбиесіндегі жетістіктерге, ал ол кезегінде жаңа формация маманының біліктілік деңгейіне байланысты болады. Сондықтан да болашақ мамандарды инновациялық тұрғыда даярлау мәселесі аса назар аударуды талап етеді. Болашақ маман өз пәнін жақсы білумен қоса негізгі информатика болатын ақпараттық технологиялар әдістемесімен жете меңгеруі тиіс.